Осындай список, осындай топтан қорқам мен. Өйткені білгендерін істеп шығарады ғой олар қарсай. Мынау UFC-дағы топ 20 үздік боецтің спискісі. И давайте қараңдар. Джон Джонс 1-де тұр, келсем. Джордж Сен-Пьер 2-де келсем. 3-ке Хабибті қойып қойған ғой. Мынау енді қате болды. Жоқ, базар жоқ. Хабибтің фанаттары қазір қайтып бастайды. Мен Хабибті жаман боец деп никогда в жизни айтпағам. Но 3-ші орынға, ол 3-ші орында тұрмау керек негізі. Бір ретте бір ұтылмағаны базар жоқ. Ұтылмаған шығар. Бірақтан да Андерсон Сильвадан ол никогда в жизни жоғары тұрамайды. Тем более Дмитриус Джонстон. Тем более бұл екі жігіттен Хабиб жоғары тұрмайды, тұрмау керек вообще. Хабиб көп нәрсе істеп кету керек тұғын UFC-да, бұлардың орнына, бұлардан биік тұру үшін. Ты чё Андерсон Сильвадан жоғары қою деген Хабибті ол деген издевательство ғой. Андерсон Сильва өзінің пикінде, өзінің формасында қанша жыл, 9 жыл ма ұтылмады ешкімнен вообще, да, по-моему, 9 жыл ма қанша жыл өз. В общем, до такой степени өзінің салмағында полный бәрін ұтып шыққан, что ол ерігіп, ауыр салмаққа барып, өзінен бір дәреже жоғары ауыр салмаққа барып, Форест Гриффин деген сияқтыларды ұрып, ойнап жүріп, ұрып ше, бүйтіп, сылқ-сылқ двойкамен ұйықтатып жүрген жігіт қой негізі, боец қой ол деген. Қалай оны алтыға қойып болған, ұялмай қызармай. Бұны 3-ке қою керек Андерсон Сильваны. Дмитриус Джонсон базар жоқ 4-те тұрсын. Ислам Махачев даже Хабибтан жоғары тұру керек, потому что Ислам Махачев Хабибқа қарағанда біраз нәрсе істеп стады. Хабиб Конор менен ғана шығып, сөйтіп танымал болып, жұлдызы жанған жігіт негізі. Атақ Ислам Махачев 2 салмақта жоғары, 2 салмақта чемпион. Да даже Камару Усман, мне кажется, Хабибтан жоғары тұру керек сияқты. Мен личный ойым. Базар жоқ, топ 10-да тұрса тұрсын, ну никак. Топ 3-те. Даниэль Корме даже, да, Хабибтің командаласы, досы, Хабибтан жоғары тұру керек деп ойлаймын мен. Өйткені Даниэль Корме тоже 2 салмақта чемпион болған. Еще одновременно бірдей Ислам Махачев, например, 70-те чемпион болды, тастап белбеуін 77-ге барып чемпион болды ғой. А Даниэль Корме 2 салмақта одновременно, как и Конор Макгрегор. Жалпы, что там, не ойлайсыңдар ағайындар?